Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сүзбеден пончик пісіретін боламыз. Үш жүз грамм сүзбе, 3 ас қасықта қант қосамыз. Бір жұмыртқа араластырамыз. Ұнымызды қостық. Бір чай қасықта қопсытқыш жақсылап қамыр егетін боламыз. Осындай шариктер жасаймыз. Осыдан 18 штук шықты менде. Қызып тұрған майымызға пончиктерімізді саламыз. Баяу отта қуыратын боламыз. Осылайша әдемі болып өздігінен айналып пісетін болады. Үстіне қант ұнтағын шашамыз. Біздің пончигіміз дайын болды. Дәмді әрі оңай жасалу жолы. Каналыма келіп кетіңіздер.